Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, дүкендегідей болып шығатын бөлкен нанның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлкен нанды дайындау үшін бізге ұн, су, сұйық май, ашытқы, қант және тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құйып, артынан қантты, тұзды және ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, артынан ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың басы біріккеннен кейін сұйық майды құямыз. Сұйық майды соңына таман құятын болсаңыздар, қамырларыңыз оңай және әдемі иленетін болады. Осындай жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бір-екі сағаттан кейін қамыр дәл осылай ашу керек. Бөлкен нан дайындау үшін бізге осындай арнайы форма қажет болады. Егер осындай форма болмаған жағдайда, дәл осындай кез келген кекске арналған форманы пайдалана берсеңіздер болады. Жұмыс жасайтын үстеліміздің үстін сұйық маймен кішкене майлап алып, қамырмен жұмыс жасай береміз. Бұл рецепт бойынша 2 дана бөлкен нан дайындайтын болғандықтан, қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Әрқайсысын осылай домалақтап, илеп, тағы да 5-10 минутқа тындырып қойсаңыздар, қамырларыңыз әдемі жайылатын болады. Дайын болған қамырымызды ең алдымен 4 бұрышты формаға келтіріп алуымыз қажет. Дәл осындай формаға келтіргеннен кейін барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Бұл процесті 3 рет қайталаймыз. Міне 1 рет жинақтадық, енді екіншісін дәл солай жасап шығамыз. Тағы да 4 бұрышты формаға келтіргеннен кейін тағы да жинақтап шығамыз. Жинақтап болғаннан кейін енді 3-ші рет тағы да 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Енді бұл кезде басқаша жинақтаймыз, видеодағыдай барлығын орап шығамыз, бірақ оралған жерлерін қаттырақ бекітіп шығамыз. Бөлкен нан дайындайтын форманы сұйық маймен майлап аламыз, барлық жеріне тегізіп майлаймыз. Қамырымызды тағы да бір бекітіп, формаға бекітілген жерін төмен қаратып саламыз. Екінші қамырымызды дәл солай жасап шығамыз. Формаға салып болғаннан кейін пакетке кигізіп 40 минуттай қойып қоямыз. Сол уақыт аралығында қамырымыз бір шама көтерілу қажет. Көтерілу уақыты әркез әрқалай болады. Ол ең басты сіздердің қамырларыңыздың ашуына байланысты, қолданып жатқан ашытқыларыңыздың күшіне байланысты. Ең басты осылай көтерілген кезде ғана пешке салатын боламыз. Бұл қамырдың көтерілуіне маған 40 минуттай уақыт кетті. Бөлкен нан әдемі болып пісуі үшін біраз қасық сұйық маймен біраз қасық суды араластырып, бөлкен нанның бетін жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Әр пештің пісіру уақыты әрқалай. Кейбір пештер қатты қыздырып бетін қатты күйдіріп жіберуі мүмкін, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себептен кей жағдайда беті қатты күйіп кететін болса, бетіне осындай фольгамен жауып қоятын болсаңыздар, ортасы піскенше беті ешқандай күймей әдемі болып пісетін болады. Пештен жаңадан шыққан нанның бетін тағы да бір майлап шығамыз.
Нан сәл суығаннан кейін формадан бірден шығарып тастаймыз. Егер ұзақ уақыт формада тұратын болса, асты суланып кететін болады. Сол себептен сәл суығаннан кейін формадан бірден шығарып қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.